Сәлем достар, бүгін сіздермен оңай және тез дайындалатын қатпарлы трубочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Бізге ұн, салқын сапасы жоғары сары май, жұмыртқа, қаймақ, мұзды суық су және алмалы сірке суы қажет. Ең алдымен ұнымызға салқын сары майымызды салып, ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін қолымызбен ұсақ үгінді жасап аламыз. Енді жеке ыдысымызға мұздай суымызды құйып, үстіне жұмыртқа салып, араластырып алып, оның үстіне қаймақты салып, тағы бір араластырып аламыз және соңында сірке суын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың үстіне құямыз. Енді ұнымыз біріккенге дейін илеп аламыз. Көп илеудің қажеті жоқ, тек ұн біріккенше ғана. Енді қамырымызды целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз 2 сағат тоңазытқышта тұрып, біркелкі сәл қаттылау және жаюға ыңғайлы болды. Енді қамырымызды 2-ге бөліп, екінші бөлігін майы еріп кетпесі үшін қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал бірінші бөлігін видеодағыдай немесе өздеріңіз қалаған бірнеше бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен кішірек трубочка жасау үшін кішірек етіп бөліп алдым. Әр бөлген бөлігімізді орташа етіп жайып шығамыз, сосын пышақтың көмегімен ұзыншаларға кесіп аламыз. Әр кескен ұзыншаларды конустарға видеода көрсетілгендей орап аламыз. Қалған қамырдың барлығын дәл осылай жайып, кесіп, орап шығамыз. Дайын болған трубочкаларымызды пергамент төселген противеньге саламыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште осы трубочкаларымызды 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Жалпы қызарғанға дейін ұстаймыз. Мен бетіне жұмыртқа жақпай жасағанды ұнатамын. Егер қаласаңыздар, бетіне жұмыртқа жағып пісірсеңіздер болады. Мінекей трубочкаларымыз пісіп дайын болды. Енді суытып немесе ыстық күйінде конустардан босатсаңыздар болады. Мен суытып бірақ босатамын. Ал енді креміне көшейік. Крем бізде крем-чиз болады. Ыдысымызға салқын творожный сыр, қант ұнтағын қосып, миксерлеп аламыз. Содан кейін клейге қосып, массамызды кішкентай жылдамдықтан бастап, жылдамдығын арттыра отырып, қоюланғанша миксерлейміз. Дайын болған кремімізді лопаткамен бір араластырып аламыз. Содан кейін кондитерлік қалташаға салып, өзіңіз қалаған насадкамен трубочкаларды толтырып шығамыз. Жалпы кремін толтырғаннан кейін бір түнге трубочкаларды қалтырсаңыздар, ертеңгі күні трубочкаларыңыз жұп-жұмсақ, өте дәмді, кремі сіңіп күшті болып шығады. Ал енді дайын болған трубочкаларымызды әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын себеміз. Осымен трубочкаларымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.